Баршаңызға сәлем. Бүгін ілмекпен тоқудың 4-ші сабағын өтетін боламыз. Мұнда столбик с двумя накидами тоқимыз. Ең әуелі 3 воздушный петля для подъема тоқимыз. 1, 2, 3. 2 накид жасаймыз. Крючокты сол жақтан апарып астынан өткіземіз жіптің. Жіпті орап аламыз. 1 накид. Тағы бір 2 накид жасадық. Енді крючоктан санағанда 4-ші петляға ілмекті саламыз. Жіпті суырып алып шығамыз. Жіпті алып шықтық. Енді ілмегімізде 4 петля пайда болып, алғашқы 2 петлядан жіпті суырып алып шығамыз. Тағы да 2 петлядан суырып алып шығамыз. Және де тағы да 2 петлядан суырып алып шығамыз. Міне осылайша столбик с двумя накидами пайда болады. 1, 2 накид жасаймыз. Петляға ілмегімізді салдық. Жіпті суырып алып шықтық. 2 петлядан жіпті өткіземіз. Тағы да 2 петлядан. Және тағы да 2 петлядан. Екі накид жасаймыз. 1, 2 петляға жіпті салдық, ілмекті салдық. Жіпті суырып алып шықтық. Әр 2 петлядан кезекпен жіпті суырып алып шығамыз. Бірінші 2 петля, екінші 2 петля, үшінші 2 петля. Мінекей, осылайша столбик с двумя накидами тоқылады. 1, 2 накид. Петляға ілмекті салдық. Жіпті суырып алып шықтық. 2 петлядан өткіздік. 2 петля, тағы да 2 петля. Және де осы ряд соңына дейін тоқып бітіп, келесі рядқа көшетін кезде 3 петля для подъема тоқимыз. 1, 2, 3. Теріс айналдырамыз. 2 накид жасаймыз. Петляға ілмекті саламыз. Жіпті суырып шығарамыз. Және 2 петля сайын осылайша тоқып шығамыз. Мінекей. Осылайша столбик с двумя накидами тоқылады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.